Bizlerde керек деген нәрсеміз liquidity sweep, яғни өзінен алдыңғы шамның үсті бетін алып sweep қылған болу керек дедім. Демек қарам, әзір мына жерде sell харекетке болған сіздерде пайда болған order block шамнан кейінгі FFG зонасын қызып көрсетемін. Қараң, қандай болған біздерде? Демек біздерде бар еді, liquidity sweep болу шарт дедік. Харекет бар, байға қарап шығып барған, һәм неғі мына қызыл шам өзінен алдыңғы жасыл шамның үсті бетін денесі саясымен алып, өзі денесімен төменде жауып қалған. Демек біздер liquidity sweep бар біздерде. Так, сол жерді былай белгілейміз. Денемен жоғары жарып өтіп кетпеу керек. Демек, денемен жоғары жарып өтіп кетпеді дегені селға қарап әрекет болады деген нәрсе. Liquidity sweep'тан кейінгі әрекет селға қарап кету керек онда. Біздерде жетерлі liquidity sweep бар, ал жоғарыда пайда болған қызыл шамыңыз бар. Демек, маған керек бірінші шам, екінші шам, үшінші шам. Ортада не жоқ? Fair value gap, яғни FFG жоқ ортада. Бір-біріне тығылып қалған. Онда мен не қыламын? Мына шамды 1, 2, 3 деп, мына 3 шамды алсам болмай ма? Жасыл шам 1, қызыл шам 2, мынау 3-ші шам. Демек, осы үшеуінің ортасында пайда болған бірінші шам менен 3-ші шамның саяларының ортасында пайда болған бостықты белгілең дедім міне. Демек, сіз үшін FFG зона тайын. Бірақ базар бұған жетіп келе алды ма? Жетіп келе алған жоқ. Үлгермеді жетіп келуге, дұрыс па? Яқшы, төмендеуге түсеміз онда. Біздерде төмендеуге түскеннен кейінгі әрекет бар, қайттан жоғары қарап бай әрекет. Яқшы. Біздерге не керек? Өзінен алдыңғы шамның үсті бетін liquidity sweep, яғни үстіндегі ликвидтілер шешкен болу керек дедім. Демек, ақырғы жасыл шам мынау болатын болса, өзінен кейінгі мына қызыл шам үсті бетін алған, liquidity sweep қылған. Демек, жоғарыда еш нәрсе қалған жоқ. Енді кейінгі әрекет селға қарап жолын дауам ету керек. Біздерде жоғары қарап жарып кеткен жоқ. Демек, liquidity sweep елеу күшінде тұрыпты. Жоғарыда еш нәрсе қалмаған болса, демек, менде мына шам, мына шам, мына шам 3 шам болу керек еді. Ортада FFG жоқ бірақ. Яқшы, кейінгі шамға қараймын. 1, 2, 3 шам санаймын. 1, 2, 3 жоқ па? Онда 1, 2, 3. Осы 3 шамды алатығын болсам, ортасында бостық бар екен, яғни FFG зонаңыз бар. Мынау бірінші шамыңыз, екінші шамыңыз, үшінші шамыңыз. Демек, ортасындағы саялардың ұшыларын алсаман болады. Так, мына тақырыпты алған болсаңыз, базар осы зонаға жетіп келгеннен кейін бар біздер sell кіреміз деп айттым. Айтқанымдай, ол 4-ші шамнан келуі мүмкін, 5-ші шамнан, 10-ші шамнан болса, бір 100 шамнан кейін келуі мүмкін. Сізге қызық емес ол нәрсе. Зонаңызға жетіп келсе, есап базар. Енді FFG зонасын тауған вақытыңызда сіздерге 1-ші шам мен 3-ші шамның ортасында пайда болған бостықты алың деп едім. Бұл FFG деп айтылады. Енді сіз бұл жерде кішігірім болатын болса не қыламыз? Біздер осы орталықты алып қоямыз. 1-ші шамның астыңғы денесі, 3-ші шамның үстіңгі дене бетін алып қойсаңыз болады. Так, зонаңыз нормал. Демек, сізде M5 таймфреймде тауылған FFG зонаңыз тайын. Осы зонаға базар жетіп келуін күтеміз. Қараң, импульспен төменге құлаған базар айланып қайтып келді. Бірінші әрекеттің өзінде ұрды мына жерге. Яқшы, біздерде қандай болады? Осы зонаңызға жетіп келгеннен кейін барып саудаға кіреміз делінді. Демек, базар зонаңызға жетіп келді. Зонаңыз жоғара жарып өткен жоқ. Біздер осы зонаға жетіп келгеннен кейін саудаға кіріп басылаймыз мына жерден. Һәм біздерде стоп лосс деген нәрсе бар. Артықша зияннан сақлаушы құрал біздерде. Демек, ол қайыққа қойылады? Біздерде FFG пайда болған order block шам бар. Мына жерде сіздерде осы order block шамның үстілеуіне қойылады. Запаспенен қойсаңыз болады. Демек, мынау сол жер болатығын болса, соның үстілеуіне запаспен мына тақырыпты қойын. Демек, сіздің стоп лоссыңызға базар жетіп барған жоқ. FFG зонаңыздан күш алған халде базар төменге қарап құлады міне. Вот, итті норман жер жүріп берді меніңше. Енді кейінгі FFG зонасын тауымыз керек біздерде керегі. Қаяқта бар ондай зона? Так, төменге қарап кете береміз. Мына жерде FFG жоқ, 1, 3, 4 жоқ. Қаяқта бар? Бірінші, үшінші шам бар біздерде. Демек, мына жерде көтерілуші тренд болып тұрыпты. Енді M1-де болған болуы мүмкін бұндай жағдай. Мына жасыл шамның үсті бетін алып келген мына сіздерде M5-тегі кейінгі қызыл шам. Демек, бұл жерде де liquidity sweep бар біздерде. Демек, тартатын болсаңыз, енді зәркіттай көрініп тұрып сіздерге жақылатаман. Міне, енді көрінген болуы мүмкін. Демек, сіздерде мына шамыңыздың жасыл шамның үсті бетін алып кетіп тұрыпты. Liquidity sweep бар біздерде. Онда не қыламыз? Сол liquidity sweep қылған шамды бірінші шам, яғни order block шам қылып алатығын болсаңыз, осыдан кейінгі 2 шам мен үшін керек шамлар. Демек, өлшеп көреміз ғана. Қайсысы бірінен күш ала алды екен? Order block шамыңыз бар. Бірінші шам, екінші шам, үшінші шам. Демек, менде бірінші шамды үшінші шамның ортасында сая деді. Бірінші шамның саясы кішкентай болған үшін денесіне қойып жатырмын, екінші шамның үстіңгі саясына қойып алып жатырмын. Демек, ұстақылды тартатын болсаңыз, сіздерде FFG зонаңызға базар жетіп келген. Қаяқта, мына жерде жетіп келген сіздерде міне.
Demek Sofya zonangizga bazar jetip kelgandan keyin barib bizlar savdoga kiramiz. Odan buni asıqpang, kerak emas. Zonangizga jetip keldi. Ham sizlarda stop post qo'yatganimiz likvidity suyib